Ғибадатты адам түсінгеннен кейін, ғибадатқа төзімділік деген нәрсе ғибадаттан да артық нәрсе екен ол. Өте қымбат нәрсе. Өйткені төзімді ғибадат. Ғибадат қыл, және сол ғибадатта, Раббыңа деген ғибадатта төзімді бол дейді. Өте сабырлы бол, шыдамды бол. Өйткені сол ғибадатта мен сені тексерем дейді. Көрдіңіз ғой, кез келген құлды емтиханнан өткізеді. Соқтан ол ғибадатта төзімділіктің қажеттілігін айтып отыр Алла Тағала. Өйткені Аллах Тағала осы дүниені жаратып қойғаннан кейін, осы дүниенің ішіне жібергеннен кейін бізді сынайды кез келген нәрсемен. Жетеді бізді сынайтын нәрселер. Жақсылықпен де сынайды, жаңағыдай зиянмен де сынайды. Ол зиян деген асылы нәпсіге, көңіл күйіңізге, настроениеңізге жақпайтын болғаннан кейін зиян деп аталады. Асылында ол жәннатты бергелі тұрған нәрсе. Нәпсіге ұнамайтын болғаннан кейін солай айтылады. Көңіл қалауың күтпегендіктен солай айтылады ол нәрсе. Жақсылықпен де, жамандықпен де сынаймыз дейді. Яғни денсаулық беріп те сынаймын, денсаулығыңа науқас сырқат беріп те сынаймын. Сол екеуінің жағдайында бірдей қалыпта боласың ба, болмайсың ба? Ғибадаттағы төзімділік. Міне осы ғибадат негізгі мақсат. Аллах Тағаланы жаратқан. Жаңағы Зарият сүресінде соны тағы бір қайталап кетейік. Жындар мен адамзатта өзіме құлшылық қылудан басқа мақсат үшін жаратпадым дейді. Бітті, мақсат айқын. Сосын Алла Тағала мен сендерді қинағыларым келмейді дейді. Мен сендерді қинауды қаламаймын дейді. Мысалы, мынандай мысалға дейін берген. Ма уриду минхум мен ризқин. Мен адамзаттан, жыннан ризық қаламаймын дейді. Қараңыздар. Мен әсте мұқтаж емеспін дейді сендерге. Бірақ мен солай қаладым сендерді жаратуға. Вама уриду айютаймуни. Мен сендерден ризық қаламаймын деген сөз, яғни жалпы мен сендерден жақсылық қаламаймын дейді. Қараңыздар. Мен мұқтаж емеспін дейді. Екінші, вама уриду айютаймуни. Сондай-ақ мен жындар мен адамзаттан мені тамақтандыруын қаламаймын дейді. Міне, мұқтажсыздығын айтып отыр Алла Тағала. Керісінше, инналлаха хуар-раззақ. Сөзсіз Алла бүкілдеріңді ризықтандырушы дейді. Зүл қуатил мәтин. Өте мықты күш қуаттың иесі дейді ол. Міне осы Раббымыз бізді жаратқан. Мақсат айқын. Алла Тағаланың өзіне құлшылық қылу деген.